Швейцария академиясының тренері ретінде өзіңізді таныстырдыңыз. Иә. Мұнда үнемі айтатыныңыз баулу туралы айтасыз. Қазір баулу дегесін енді бұл сұрақты айналып өткім келіп тұрған жоқ. Өзіңізден сұрайын. Жалпы қалай келдіңіз? Бұл енді Швейцария бұл менің ізденістерімнің бір парасы ғана. Ол өмір Швейцариямен аяқталмайды, басталмайды. Ол бір парасы ғана. Мысалы, Швейцария болуы мүмкін. Ол мысалы Марғұлан Сейсенбай өзін мысалы кайдзеннен тапты деген сияқты. Халыққа пайдалы. Иә, икигай, иә. Икигай дейді. Мысалы, біреу фэншуйден тауып отыр өзін мысалы. Швейцариядан таптыңыз ба енді өзіңізді? Швейцарияда болғанда ол былай ғой. Швейцария маған біраз нәрсені үйретті. Бірақ мен сапарым арға жалғасады. Өйткені мен Швейцариядан да Швейцария ол бизнес үйретеді негізінен. Бірақ мен өзім ойлаймын, мен бизнестен көрі, мен шығармашылыққа қазір бет бұрып отырмын. Өйткені Құдайдың мені жаратқанын мен ашуым керек. Сонда мен халыққа пайдалы боламын. Иә. Енді заңды сұрақ қой енді. Ғылым қуып жүрген адам қалай ол бұлай қарағанда 180 градусқа Швейцария. Өйткені Швейцарияда КМДБ харам деген үкім шығарды. Енді халықта заңды сұрақ туындайды. Бұл қалай деген? Енді сіз қараңыз, жалпы өзі бұл сұрақты мен талай рет айтқам, тағы да айтайын. Жалпы өзі мемлекетте бірінші орында конституция тұрады. Дұрыс па? Конституция, заң. Екінші орында дәстүр тұрады. Үшінші орында дін тұрады. Сондан бізде діннің заңдық күші жоқ сөз қоғамда. Иә, ол дін біздің заманда тек ақпараттық қана. Иә, оның тіпті білесіз, предупредительный дейді ғой. Яғни сізді ол ескертуге де құқысы жоқ. Неге? Өйткені біз зайырлы мемлекетпіз. Сөз бе? Сондықтан Швейцария ол Қазақстан заңнамасында тіркеліп тұр. Иә, осы сұхбатыңызды, осылай айтқан сұхбатыңызды мен көріп шықтым аға, сізді зерттеу барысында. Сонда заңмен қорғалған деген 576 бап деп айттыңыз. Енді мен оны қателесуім мүмкін, бірақ іздесеңіз табасыз. Мен іздеп көрдім, таппадым бірақ. Швейцария жоқ па екен? Жоқ екен. Негізі бар. Оны анықтауға болады, ол оңай ғой. Неде ЕГОВта да тұр. Өйткені ол анықталмаса, ол заңсыз болса, ол бір күнде өмір сүрмейді ғой. Логикалық сұрақ. Ол мысалы жаңағы Венская конвенцияда бекітілді, 181 мемлекетпен сертификаттар қолында тұр. Штаб-квартирасы Германияда. Сіз енді КМДБ-ның пікірмен келіспейсіз? Жоқ. КМДБ өзінің пікірін білдірді. Олардікі дұрыс қой. Мысалы, олар пікірін ғана білдірді. Бірақ оның заңды күші жоқ, сөз бе? Бірақ пәтуа деген дүние бар ғой. Оның анықтамасында бүкіл қоғам шешілмей жатқан мәселелерде ортақ бір келісімге келіп, соның үкімін шығарып тұр. Жоқ, бұл жерде мындай мәселе бар ғой. Мысалы, біз зайырлы мемлекетпіз ғой. Зайырлы мемлекет болғаннан кейін Швейцарияда өмір сүруге құқысы бар. Фэншуйде өмір сүруге құқысы бар. Нумерологияда өмір сүруге құқысы бар. Саған Құдай ақыл берген. Таңдап ал өзің керек. Саған ешкім зорлап отқан жоқ қой Швейцарияға бар деп. Дұрыс па? Сізді зорлады ма біреу? Швейцарияға бар деп зорлады ма? Швейцарияда оқымағанмын. Міне көрдіңіз бе? Сіз өзіңіз таңдайсыз. Сондықтан бұл жерде зорлық жоқ қой. Бұл сіздің таңдау еркіңіз демек. Таңдау еркің ғой сен. Мысалы, өйткені біздің конституция жазылып тұр. Қазақстан Республика азаматы ақпарат алуға, ақпараттың кез келген түрін таңдауға құқылы дейді. Яғни мен конституцияны бұзып отқан жоқпын. Демек, қазір енді Швейцариямен айналысып жүрген жоқпын. Мен көрдім ол. Иә, мен таныдым, өзіме керегімді алдым, бірақ мен сапарым арға жалғасады. Мен қазір шығармашылыққа қарай бет бұрдым. Неге бас тартуға не себеп болды? Бас тартқан жоқпын мен. Өйткені бірақ әлі де Швейцария тренер ретінде сабақ бере бересіз ба? Айтады глубинный дейді ғой, терең адамның қажеттіліктері болады. Мысалы, ақша табудан да терең қажеттіліктер бар. Швейцария ол көп адамдарға шынында да пайдалы болып отыр. Бизнес жолында қаншама адамдар өзінің жаңағыдай өмірін реттеп жатыр. Отбасылық мәселелерін реттеп жатыр. Енді ол мен оны көрдім. Қолымнан келгенше көмектестім. Бірақ енді мен жаңағыдай бір Швейцарияның рамкасына сыймаймын ғой. Мен арға кетіп барасың мен. Мен бір бекетім ғана ол. Сол аға Арман Қуанышбаев деген
имам бар ғой, енді танисыз ба? Иә, білем ғой. Айтады да, ол кісі осы сюцай, нумерологияға сенетіндер өздеріне деген сенімсіз адамдар деген сияқты. Мен Омар Жүрел өзіне қаншалықты сенімді? Ол Арман Қуанышбаевтың субъектив пікірі. Әрине. Сюцайды өзі айтады, 3 пікірі бар дейді өзі. 3 субъектив пікір, объектив пікір, сосын жоғары объектив пікір дейді. Сондықтан ол Арман Қуанышбаев өзінің пікірін білдірді тек қана. Ол қақысы бар. Сіздің де хақыңыз бар. Әрине. Сондықтан бұл жердегі мұндай мәселе ғой. Ол Сюцай деген, мысалы, сіздің туған күніңіз бар ғой, мысалы. Мысалы, мен мысалы, біз отбасында 6 баламыз. Бірақ 6-ымыз әртүрлі. Неге деген сұрақ қалай жауап бересіз? Енді бес саусақ бірдей болмайды. Неге? Себебі бар ғой, мысалы айтыңызшы, неге? Болмыс әртүрлі, бес адамның жаратылысы әртүрлі деген сияқты. Енді қарасаңызшы, осы сұраққа мен жауап алдым. Қандай жауап алдыңыз? Қазақ айтады, туысы бөлек дейді. Туысы деген не деген сөз? Туысы? Неге, мысалы, сіз туған күніңіз қандай? Менікі 12 шілде. Мен де 12-сінде туғанмын. Сіз бе? 12 санымыз бір демек. Қараңызшы, сонда туысы деген сөзді мен түсіндім ғой, мысалы. Біздің, мысалы, 6-ымыз 6 күні туғанбыз, сонда әртүрліміз, сөзсіз бе? Сонда мен 12-сінде тудым, менікі 3 бұл ғылым, білім жұлдызының астында туғанмын мен. Сіз де солайсыз. Кітапқа құмарсыз, шығармашылыққа құмарсыз, сөзсіз бе? Мысалы, 5-інде туғандар, мысалы, бизнеске бейімді. 3-інде туғандар анализге бейімді, мысалы. 8-інде туғандар, мысалы, экономикаға бейімді. Бұл ешқандай да бір бұл Құдайдың шеберлігінің көрінісі ғана. Өйткені Құдай тағала әр адамды әр күні жаратты. Сонда мен сізге айтайын, бұл қазақтың бұнда қандай қазақ мәдениетімен байланысы бар дегенде мәшһүр айтады. Бала дүниеге келгенде дейді, 6 мақұлық бірге дүниеге келеді дейді. Өзі, сосын аспанда бір жұлдыз деген мақұлық бар дейді. Адам сол баланың персональный жұлдыз дүниеге келеді дейді. Одан кейін жын, шайтан, пері, періште дейді. Осы 6-ы бір күнде дүниеге келеді дейді. Сонда қазақ бұрын бір жұлдызы ағып өтсе, біз шөп жұлатымыз, жұлдызым жоғарды. Сонда қарасаңыздар, мынау адамдар дүниеге келгенде сенің жұлдызың бірге келеді. Соны айтады Сюцай. Соны қазақ айтады. Осы адам маған түк істеген жоқ дейді, білмеймін дейді, бірақ жұлдызымыз қарсы дейді. Сөз бе? Яғни сенің туысыңды не анықтап тұр сонда? Жұлдыз анықтап. Жұлдыз деген не? Құдайдың мақұлығы ғой ол, энергетикасы. Мысалы, мәшһүр айтады, Кенесарының жұлдызы дейді, 100 жылда бір туатын жұлдыз дейді. Қараш, өте сирек. Ал енді наш жұлдыздар бар дейді. Наш жұлдыздардың құшағында туғандар дейді, олар түкке жарамайтын жамандар дейді, өмірін әйтеуір жаман болып өтеді, әйтеуір сүйретіліп дейді. Яғни мәшһүр жүсіпте адам және аспан денелерінің қарым-қатынасы деген еңбек бар арнайы. Сөйтсе соны айтып отыр. Сонда бұрынғы біздің Бұхара, Самарқан, Көкілташ, сол дәстүрлі діни оқу орындарын бітірген адамдардың барлығы осы жұлдыз ілімімен таныс болған. Мысалы, мына кімнің Бекасыл әулиенің Зигзал деген кітабы бар. Сонда осы туралы айтады. Енді қараңызшы аға, жақында ғана Джо Байден өзіне шақырды, қазақстандықтардың ішінен тек біреуі ғана, Нұрлан Имам, TikTok желісі арқылы танылған. Танисыз ғой, Америкаға шақырды ма? Сол жақта ас өтеді, сол жақта Қазақстан атынан жалғыз өзі барайын деп жатыр. Керемет. Сол кісі айтты, жалпы Сюцай ол әлемдік деңгейде ғылым деп танылмаған, және де бұл түптің түбінде Құдайға серік қосуға әкелуі мүмкін деген сияқты. Сәуегейлікпен енді байланыстырып тұр ғой ол кісі. Енді мен сізге айтайын, ол өте ауыр күнә ғой негізі. Жоқ, енді ол сіздің түсінігіңізде күнә. Негізі былай ғой, өзі субъектив пікір бойынша ол күнә болып есептеледі. Ал күнә деген не? Күнә деген негізінен ең үлкен күнә Құдайға серік қосу. Құдайға серік қосу деген не? Тағы бір Құдайға, Алла тағаланың қатарына тағы бір Құдайды қойсаңыз, сол серік болып тұрсыз ба? Оны ширк деп соны айтады. Предание, орысша дейін, предание сотоварища Богу дейді. Ал жұлдыз, ол Құдайдың жаратқан мақұлығы, түсесіз бе? Жұлдыз сандар Құдайдың мақұлығы ғой. Қалай ол жаратқан нәрсе Құдайға серік болады?
Ол Құдайдың айтып отырмын ғой. Құдай сан деген сөздің өзі сандар, иә? Мысалы, сіз 12-сінде тудыңыз. Сол күні бір жұлдыз дүниеге келді. Сол жұлдыздың құшағында дүниеге келдіңіз сіз. Ол жұлдыз ғылым білімнің жұлдызы. Сізге сол жұлдыз маза бермей, ғылым білімге үнемі құштарсыз. Кітап оқығанды жақсы көресіз. Дұрыс па? Сіздің энергетикаңыз, сіздің болмысыңыз жалпы өнер ғылым арқылы ашылады. Бұнда қандай Құдайға ширк бар? Айтыңызшы. Бұл біз адамдарға Сүтсай ғылымы адамдарға өзін тануға тек қана не? Бір құрал ғана. Көмектеседі, мысалы. Өзінің кәсібін таңдауға көмектеседі, мысалы. Мысалы, өзінің жолында жүрмеген, адасып кеткен адамдарға айтады, сіздің мысалы жаратылысыңыз басқа ғой. Сіз мына бизнеске келсеңіз дұрыс болар еді. Сіз мысалы дипломатияға келсеңіз дұрыс болар еді. Сіз неге жаратылысыңыздан психологсыз дейді, сөз бе? Аға, енді қараңызшы, өзіңіз де бір сұхбатыңыз айттыңыз ғой, қазақ бай болу үшін ғылымды сүю керек. Әрине. Бірақ айттыңыз, сол сұхбатта қазіргі қоғамда ғылымда ешқандай құндылығы жоқ, ол құндылық ақшаға ауысқан деп айттыңыз. Енді біздің көріп отырған көрермендердің өзінің ойында да сұрақ туындауы мүмкін ғой енді. Омар Жәлел өзінің құндылығын ақшаға айырбастап, Сүтсайға адасып барып жүрме деген. Бұған қалай жауап берер едіңіз? Сіз жаңағы сұрағыңыз сұхбатты көріп не дедіңіз? Ғылымға айырбастады дейсіз? Жоқ, мен былай деп айтып отырмын. Ғылымның құндылығы өзгерген ақшаға. Жоқ, ол былай. Ғылымның құндылығы ешқашан өзгермейді. Өйткені сұхбатта айттыңыз. Жоқ, былай, мен мынаны сіз түсінбегенсіз ғой, түсіндіріп айтайын сізге. Жалпы ғылым құндылыққа айналу керек дедім. Бірақ бізде ғылым құнды емес дедім. Ақша құнды емес, иә. Сонда қашан біз дамимыз? Ғылым құндылыққа айналғанда. Осылай дедім, түсінесіз? Мен ол ойымда, бұл менің ойым емес, бұл біздің бүкіл ғұламалардың ойы, Абайдың ойы. Абай айтады, біз мал сатып, біз ғылымды сатып мал іздемекші емеспіз дейді. Біздің қоғам неге дамымайды? Өйткені біз ғылымды сатып, мысалы адамдар балаларын Хелебериге береді, жаңағы Назарбаев Нишқа береді. Не үшін? Жақсы білім алу үшін, сапалы білім алу үшін. Ақша табу үшін. Иә. Біздің сорымыз осында жатыр ғой. Өйткені ол адамдар ғылым ешқашанда ашылмайды. Неге? Өйткені олар ғылым арқылы ақша таппақшы. А керісінше дейді Абай айтады. Біз ақша, малды сатып ғылым іздемекшіміз, сөзсіз бе? Сен ғылымның өзін сүюің керек дейді. Мен соны айтып отырмын. Сонда сен ғылымды сүйсең дейді, мал, яғни ақша, мақтан, ғизат, құрмет сені өздеп біледі дейді. Мысалы, Илон Маск алып қарайық, ол ақшаны сүймейді. Ол нені сүйеді? Ғылымды сүйеді. Жаңа технология. Иә. Сондан ол өзінің 480 миллиард долларын өзінің бизнесіне салып жүрді ойланбастан. Әлемдегі ең бай адам. Неге? Джек Ма, Илон Маск, Стив Джобс, бұлардың бәрі ақша сүйген адамдар емес қой. Иә, бірақ сіз сол сұхбатта айттыңыз, адамдар Сүтсайға не үшін керек дегенде, олар жаңағыдай бизнес бастау үшін, ақша табу үшін. Дұрыс. Басында. Өйткені қазір адамдарға, мысалы, Сүтсайға ғылым үйретуші ешкім бармайды. Неге? Өйткені бізде ғылым құнды емес қой. Сондықтан баланы гамитпен алдағандай. Бізде айтады жаңағыдай. Біз сізге бизнес үйретеміз. Біз сізге ақша табуды үйретеміз дейді, содан кейін барып, егер ақша тапқың келе ме, онда ғылымды сүюің керек деп адамдарды бағыттайды ғылымға қарай. Сол арқылы. Сонда сіз тренерсіз ғой енді, сіз арқылы бағыттап тұр ғой. Енді мен Сүтсайдың бір жай көп адамның бірі ғанамын. Тренер болам ба, болмайым ба, оны өзім шешемін. Әрине. Иә, ол маңызды емес. Мен болсам да, болмасам да, ол ғылым жүре береді. Бірақ қараңызшы, сізді тыңдайтын қаншама адам бар, сізді танитын қаншама қазақ бар, сіздің қаншама аудиторияңыз бар. Оларды адастырудан қорықпайсыз ба? Егер ол қате болса, мен бармас едім уже. Сондан мен ол жерде мен оны бардым, оқыдым, көрдім, ақылыммен. Мен тіпті ақша да таптым. Және өзіңізге керек емес екенін қазір түсіндіңіз. Жоқ, ол керек болғанда менің жолым басқа, түсінесіз бе? Мен шығармашылыққа қарай бет бұрдым деп отырмын ғой. Сүтсай оның ешқандай адамға зияны жоқ, түсінесіз, бірақ мен үшін басқа да мақсаттар бар. Биік, түсінесіз бе? Ақша табудан басқа. Түсінесіз бе? Мен жете салдым ба сізге? Дұрыс, әрине. Иә. Бір сұхбатында қоғам белсендісі айтқан екен. Жалпы Сүтсай Қытайлардың қазақтарға дайындаған қауіпті жобасы деген секілді. Бұндай көзқарас қой енді, әркімнің әртүрлі пікірі бар. Иә. Бұндай сұрақтарға не деп жауап бересіз? Жалпы ол білместіктен айтылғаннан, жалпы ол
біз айтамыз ғой әлгі Оны айтқысы келіп тұрғаны, мен сол сұхбатты тыңдаған кезде жаңағыдай осындай нумерология сүйетсай халықтың жаңағыдай миын улау арқылы ешқандай соғыссыз, қансыз. Керісінше сүйетсай үйретеді. Бірінші дейді, сендер конституцияға бағыныңдар дейді. Дұрыс па? Екінші, дәстүрге бағыныңдар дейді. Өйткені дәстүрде тек жатыр дейді. Одан кейін барып қана дінді ұстаныңдар дейді. Дұрыс па? Сүйетсай айтады, сен бірінші өзіңнің дейді, нәпсіңді таны дейді. Нәпсіңді таны. Нәпсіңді таныған кезде ғана барып дейді, энергияң көтеріледі дейді. Нәпсіңді ауыздықтау үйрен дейді. Сосын суық ақылың жүзеге асады. Суық ақыл арқылы бизнес жасай бастайсың дейді. Парето принципін түсіндіреді. Ол үлкен ғылым, ол сөзсіз бе? Сонда сіздің айтып отырғаныңыз ол не әңгіме ғой анау? Өсек деңгейінде әңгіме. Сонда сіз бұндай пікір айту үшін сіз бірінші суицидті оқуыңыз керек. А сіз қазір сол адам, иә. Сол адам. Ол да адам оқымаған, сіз де оқымағансыз. Мен сондай пікір бар деген мен жеткізуші болып тұрмын сізге қазір. Сонда айтады ғой, шындық пен өтіріктің ара жері қанша дейді. Қазақ айтады, 4 ел дейді. Көзбен көргенің анық дейді, құлақпен естіген танық дейді. Сіздің айтып отырған пікірлеріңіз, оның бәрі құлақпен естіген нәрселер. Сонда қазақ айтады, қатын өсек айтпайды, қағыс естиді дейді.